Пәтер алғыңыз келсе, бірақ табысыңыз оған мүмкіндік бермесе, уайымдамаңыз. Шығу жолы табылды. Бұл бейнені көргеннен кейін сіз Роберт Кийосакидің схемасы туралы білесіз. Ол сізге армандаған тұрғын үйді сатып алып қана қоймай, сонымен қатар оны тиімді пайдалануға, өзіңізді үлкен табыспен қамтамасыз етуге көмектеседі. Сіз миллионер жазбасы арнасындасыз. Тезірек жазылыңыз және бізбен бірге қаржы әлемінің құпияларын ашыңыз. Оның тәжірибесіне негізделген жылжымайтын мүлікті инвестициялау тәсілінің мәні. Роберт банктен қарыз ақшаға жылжымайтын мүлікті сатып алуды және оны ай сайынғы несиені өтеу және қосымша жылжымайтын мүлік шығындарын өтейтін бағамен жалға беруді ұсынады. Осылайша ақша ағынын жасай отырып, сіздің мүлкіңіз өзін-өзі ақтайтын болады. Жылжымайтын мүлікке инвестиция салу бірден 4 кіріс береді. Сирек табыс, амортизация, құнның өсуі және салық жеңілдіктері. Оның жылжымайтын мүлікке инвестиция салу кітабында. Бұл тәсілі өте қауіпті. Өйткені әлемдегі тұрақсыз экономикалық жағдайға байланысты алдын ала болашаққа есептелген доллар үнемі өсу үстінде, ал ұлттық валюта үнемі дефолт үстінде. Болашақта банктен алған ақшаларыңызды пайызбен қайтару қиынға соғатын жағдай туындауы мүмкін. Бірақ, егер сіз барлық тәуекелдерді дұрыс бағалап, Кийосаки схемасына ақылмен жақындасаңыз, сіз жетістікке жетіп, бай боласыз. Роберт Кийосаки әдісінің негізгі қағидаларын талдап көрейік. Содан кейін оны белгілі мысалдармен қолдануға тырысайық. Роберт Кийосаки бастапқы капитал $300 болатын. Ол жылжымайтын мүлікке инвестиция сала бастады. Осы уақытқа дейін ол жылжымайтын мүліктен $100 миллион астам табыс табалды. Ол жылжымайтын мүлікке меншікті қаражатыңыздың ең аз мөлшерін инвестициялау арқылы табыс табуға мүмкіндік беретін формуланы қолданып, жүзеге асыра алған адам болып шықты. Бүгінгі таңда жаңа ғимараттан пәтерді бірнеше жолмен несиеге бөліп төлеуге, банктен алған қаражатқа ипотека және Кийосакидің әдісі бойынша 100% төлемге сатып алуға болады. Ең сенімді жолы тұрғын үй коммерциялық жылжымайтын мүлікті сатып алу. Осылайша сіз құрылыс салушыдан пәтерді тегін сатып алу мүмкіндігіне ие боласыз және инвестицияның бұл түрінен шексіз табысқа ие боласыз. Бірақ Кийосаки мырзаның бұл пікірін нақты талдай келе, посткеңестікте бұл схема әрқашан жұмыс істей бермейді деген қорытындыға келе аламыз. Біздің елде ипотекалық несие алу үшін сізде белгілі бір талаптар болу керек. Бастапқы жарна сомасы. Бұл жағдайда сіздің несиелік инвестицияңыз қайтарым шектеулі. Жалға алу үшін жылжымайтын мүлік объектісі ипотекалық несиелеу негізінен маржалық саудаға, яғни қаражаты негізінде саудаға айналады. Сонымен қатар, мұндай депозиттердің кірісі жалпы сомаға меншікті қаражаттың салымдарына қарағанда аз болады. Бүгінгі күні жағдайдан шығудың нақты жолдары бар. Кейбір қаржы бөлімдері келісімшартқа қол қою кезеңінде мүлдем қаражат болмаған жағдайда ипотекалық несие береді. Осылайша сіз Кийосаки әдісін жүзеге асыра аласыз. Айта кету керек, мұндай мәміле бойынша жылдық пайыздың жеткілікті жоғары баламасы бар. Кийосаки схемасын мысалмен ашпас бұрын біздің арнадан одан да басқа пайдалы бейнелерді көргіңіз келсе, бұл бейнеге лайк басып, қолдау көрсету ұмытпаңыз. Сонымен схеманың өзіне мысал. Нысанның бағасы 140 мың, тіркелу құны 10 мың, бастапқы жарнамасы 40 мың, құны 50 мың, несие 100 мың, несие мерзімі 100 ай, несие мөлшерлемесі айына 1%. Бірінші несиенің мерзіміне бөлінген несиенің денесі және айына 1000-нан алады. Әр қарай несие пайызын несие мөлшерлемесіне көбейтіңіз. Айына тағы 1000 аламыз. Несие төлемі де бар. Несие органы плюс пайыз. Айына 2000 аламыз. Сондай-ақ бұл схемада 500 шартты ақшаға тең салықтар, коммуналдық қызметтер және басқа да тәсілдер. 3000 жылдық табыс, сондай-ақ таза табыс бар. Бұл несие төлемін алып тастағандары кіріс, коммуналдық шығындар және біз 500 аламыз. Келесі, 50 мың жұмсап, біз құны 140 мың тұратын нысанды, оған қоса айына 500 тұрақты табыс көзін алдық. Бұл жағдайда айына 1% құрайды. Бұл жеткіліксіз сияқты. Өйткені біз айына 2000 жоқ несие төлемінен 5000-ға артық төлейтін едік. Бірақ жоқ, 5 емес, өйткені 2,5 мың кірісі 150 мың шығысын толық сомасын құрады. Және бұл айына шамасымен 1,7% құрайтын еді. Бірақ бізде мұндай сома болған жоқ. Ал егер бар болса, онда біз 3 бірдей нысанды несиеге сатып алып, олардан айына бір айдан 1% бен 3%-дан алатын болса, жақсы болар еді. Мұндай ұсыныстарды табу оңай емес, бірақ мүмкін ең бастысы нарық толтырылған бос ұсыныстардың қажетсіз бөлігін алып тастау және олардың ішінен тиімді ұсыныстар табу. Осы ұсыныстың тұрғын үй секторына болу екіталай. Сондықтан ең алдымен кеңсе, бөлшек сауда, қойма кеңістігін қарап көру қажет.
Сіздің таңдауыңызға көптеген факторлар әсер етеді. Өйткені олар бұл бейненің негізгі тақырыбы емес. Біз бұл туралы тоқталмаймыз. Достар, ақшаны қандай жылжымайтын мүлікке салған дұрыс екенін білу сізге қызық па? Егер пікірлеріңіз болса, мен бұл тақырыпқа міндетті түрде назар аударамын деп комментке жаза салыңыз. Баға объектісін төмендету арқылы табысты жақсартуға болатыны анық. Тіркеу шығындары, несие мөлшерлемесі, бастапқы жарна, салықтар және коммуналды шығындар. Сондай-ақ несие мерзімін және жалдау ақысын арттыру арқылы сіз оның дұрыс бағытта өзгеруіне қол жеткізе отырып, осы параметрлердің әрқайсысымен жұмыс істей аласыз. Несиені өтеу аяқталғаннан кейін біз айына 2,5 мың ала аламыз. Бірақ біздің шығындарымыз 50 мың болды. Өйткені қалған жалға алушылар өтеді. Табыс айына 5% құрайды. Яғни несие беру кезіндегіден 5%-ға артық. 100 айға 50 мыңнан өтелді. Талап етілетін 100 айлық несиенің 50 мыңы объектіміздің нарықтық құны өзгерген жоқ дейік. Банкімізге ұсыныспен келдік. 100 мыңға тұратын нысанамыз бар. Және айына 2,5 мың таза табыс әкеледі. 40 мың, ал біз сізге 50 мың қарызымыз бар. Сіз біздің адал қарыз алушы екенімізді көресіз. Несиелік міндеттемелерді орындауға және біздің табыс деңгейіміз оған мүмкіндік береді. Нысанамызды толық құнда қайта қаржыландырайық. Сіз бізге 140 мың несие бересіз. Одан біз 50 мың қарызымызды өтейміз, ал қалған ақшаны нысанды қайта жөндеуге жұмсаймыз. Соның арқасында айына 4 мыңға дейін арендалық төлем жасалады. Сондай-ақ жаңа жалға алу объектісін сатып алу үшін бастапқы жарна үшін оны біз сізден қайтадан аламыз. Біздің мінсіз несие тарихымызды ескере отырып, сізден жаңа несиенің мөлшерлемесін төмендетіп, мерзімін ұзартуыңызды сұраймыз. Банктер мұндай қарыз алушыларды армандайды және ақылға қонымды шектерде оларды қанағаттандыруға келіседі. Дегенмен несие секторындағы жағдай қазір шиеленіп тұр. Қарыз алушылар банктерге сенбейді. Банктер қарыз алушыларға сенбейді. Екі жақта өзіне пайдалы жағын іздейді. Жақсы пайдаға ие болу қиынырақ. Бірақ бұл жағдай қиындық тудырмайды. Сондықтан Кийосаки схемасын жүзеге асыруға алдын ала дайындалу қажет. Бұл нені білдіреді? Оң несие тарихы бар, жылжымайтын мүлікті бағалауды және таңдауды үйреніңіз, жалға беру бизнесінің бизнес жоспарыңыз жасауды және есептеуді үйреніңіз, және несиелеудің әртүрлі түрлерін бағытында банк қызметтерінің принциптерін зерделеу, жылжымайтын мүліктің сол секторындағы жалдау жағдайын білу, пәтер сатып алу және жақсы ақша табу. Сіз түсінгендегіңіздей бұл әбден мүмкін. Ең бастысы, үлкен және кіші тәуекелдерді қабылдаудан қорықпау. Жылжымайтын мүлік біздің байлығымыз. Ұзақ мерзімде болашақта пайда алып келетін активтердің бірі және оған дұрыс қарау керек. Бұл бейнені достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз, немесе жай ғана әлеуметтік желілерде жариялаңыз. Бұл тақырып қызықты деп ойласаңыз, сондай-ақ жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін арнамызға жазылуды және қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Бұл миллионер жазбалары арнасы. Сіз де бай бола аласыз.